Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біздің сабағымыз тәуелсіздік нышандары тақырыбының екінші бөлімі, екінші сабағы. Сендерге 27-ші беттегі 4-ші тапсырма үйге тапсырылған болатын. Ваше домашнее задание. Мына сұрақтарға жауап бер. Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне нелер жатады? Қазақстан Республикасының туында не бейнеленген? Тудың түсі қандай? Тудағы күн сәулесі нені білдіреді? Елтаңбадағы қанатты тұлпарлар қандай мағына береді? Шаңырақ пен оқ нені білдіреді? Әнұранды қалай айту керек? Енді балалар, осы сұрақтарға сендердің жауаптарыңды тексерейік. Давайте проверим ваши ответы. Совпадут ли они? Қазақстан Республикасының мемлекеттік рәміздеріне ту, елтаңба және әнұран жатады. Дұрыс па балалар? Қазақстан Республикасының туында күн, қыран, құс, ою-өрнек бейнеленген. Салыстырамыз балалар. Тудың түсі көгілдір. Тудағы күн сәулесі байлық пен молшылықты білдіреді. Означает богатство. Байлық и молшылық синонимичные слова. Елтаңбадағы қанатты тұлпарлар батылдықты, храбрость, сенімділікті, веру және ерік күшін, силу воли білдіреді. Шаңырақ пен оқ тыныштық пен достықты білдіреді. Спокойствие и дружбу. Әнұранды қолын жүректің тұсына қойып айту керек. Ответ на 7-й вопрос мы все знаем, да? Как исполняется гимн Республики Казахстан. Балалар, бізде тәуелсіздік нышандары, символы независимости, начинается с самой независимости. Мы с вами прекрасно знаем, біз сендермен туды білеміз, елтаңбаны білеміз, әнұранды білеміз. Және тәуелсіздік нышандарына мемлекеттік тіл, государственный язык, конституция, яғни ата заң, теңге, ұлттық валюта, тәуелсіздік монументі, Астана қаласындағы тәуелсіздік монументі, Ақорда, мы знаем, да, что такое Ақорда все? Қазақ елі монументі, монумент казахского народа, посвященный. Мәңгілік ел қақпасы, тәуелсіздік сарайы. Значит, тәуелсіздік нышандары это не только ту, елтаңба и әнұран, ребята. В дальнейшем мы с вами все это будем по отдельности проходить. Запомните. Жазылым, письменная работа, 5-ші тапсырма, 27-ші бет. Бір сөйлемге бірнеше нұсқада сұрақ қойып жаз. Бірнеше нұсқа, несколько вариантов. Сұрақ қойып жаз, напиши вопросы. Мысалы, вам дан пример. Мемлекеттік рәміздер тәуелсіздігінің нышандары болып табылады. Государственная символика является тәуелсіздік нышандары символами независимости. Да, ребята? Значит, символика наша, ту, елтаңба, әнұран являются символами независимости. Сұрақ, вопрос. Мысалы, бірінші посмотрите. Мемлекеттік рәміздердің ненің нышандары болып табылады? Ненің? Задается вопрос. Посмотрите. Предложение и структура предложения, структура вопросительного предложения абсолютно не меняется. Только вопрос мы подставляем там, к тому слову, которому хотим задать вопрос. Ненің нышандары? Тәуелсіздіктің нышандары. Второй вариант вопроса. То же самое. Смотрите. Мы хотим задать вопрос к слову мемлекеттік рәміздер. Что является что является символом независимости? Символ. Нелер. Что? Видите, ребята? Что? Значит, мы к этому слову задаем вопрос, и мы вместо него подставляем это вопросительное местоимение.
И третий вариант данного вопроса. Мы хотим задать вопрос к слову нышандары. И вместо него подставляем вопрос несі. Что является нышандары? Значит, в дальнейшем, ребята, вы сами должны самостоятельно составить бірнеше нұсқа, несколько вариантов вопросов к данному предложению. Давайте мы быстренько разберем данное предложение. Қазақстан Республикасының туында күн сәулесі бейнеленген. На флаге Республики Казахстан изображено что? Күн сәулесі, лучи солнца. Давайте попробуем составить первый вопрос. Казахстан Республикасының туында. К нему задаем вопрос. Қайда или неде? Да? Где? Ответ. Казахстан Республикасының туында. Второй вопрос. Казахстан Республикасының туында. Қандай туда? Ненің или по-другому туында? Да? И следующий вопрос. Күн сәулесі. Не. Что изображено? Казахстан Республикасының туында не бейнеленген. Таким же образом, ребята, вы должны будете составить в дальнейшем бірнеше нұсқа, несколько вариантов сұрақ вопросов. Айтылым 6-шы тапсырма 28-ші бет. Қате жазылған сөйлемді тап. Найди предложение с ошибкой. Қате, ошибка. Себебін айт. Назови причину. Бірге оқиық, балалар. Давайте вместе прочитаем. 1992 жылы 4 маусымда Қазақстан Республикасы жоғары кеңесінің сессиясында республикамыздың туы, елтаңбасы, әнұраны қабылданды. В 1992 году 4 июня были приняты государственный флаг, герб и гимн на сессии Верховного Совета Республики Казахстан. Балалар, мына сөйлемде қате бар ма? Екінші, олар мемлекеттік рәміздер болып саналады. Они считаются государственной символикой. Қараймыз. Олар мемлекеттік рәміздер болып саналады. Қате бар ма? Қараймыз, балалар. Мемлекеттік рәміздер тәуелсіздік нышаны ретінде ерекше қадірленеді. Они особо почитаются как символика независимости нашей республики. Посмотрите. Дұрыс, правильно, в слове қадірленеді есть ошибка по закону сингармонизма. Үндестік заңы бойынша қате бар. Я балалар? Қадірленеді. Міне. По закону сингармонизма последний слог мягкий, и, соответственно, окончание должно быть мягким. Мына жерде қате бар. Таким же образом, ребята, выполняем последующие предложения. Оқылым және жазылым. 7-ші тапсырма 28-ші бет. Мәтінді оқы, сын есімді тап. Выполним первое задание. Мәтінді оқимыз және сын есім прилагательное. Надо найти прилагательное. Біздің көгілдір түсті туымыз бірлік пен аман есендікті білдіреді. Посмотрим. Если здесь прилагательное сын есім бар ма екен, балалар? Әрине, көгілдір. Наш голубой флаг означает единство и здравие. Екінші, тудың ортасындағы сәулесін шашқан алтын күн тыныштық пен байлықтың белгісі. Золотое солнце посередине флага означает тишину и богатство. Сын есім бар ма, балалар? Әрине бар, алтын. Қазақ халқы ерте заманнан бері қыранды киелі, қасиетті құс деп есептеген. Казахский народ издревле считает, что қыран, беркут, это священная птица.
Какая? Священная, киелі, қасиетті. Тудың сабына ұлттық ою-өрнек салынған. Ұлттық ою-өрнек – национальный орнамент. Есть, да, ребята? Ұлттық, национальный. Мемлекеттік әнұранның авторы Шәмші Қалдаяқов, сөзін жазғандар Жұмекен Нәжімеденов және Нұрсұлтан Назарбаев. Менің Қазақстаным әні Қазақстан Республикасының әнұраны ретінде 2006 жылы 10 қаңтарда елбасын ұлықтау рәсімінде алғаш рет орындалды. Данный гимн был исполнен алғашқы рет в первый раз на инаугурации, ұлықтау рәсімі инаугурации президента впервые в 2006 году 10 января. Балалар, қараңдар, көгілдір, алтын, киелі – это сын есім, прилагательные, не производные. А қасиетті образовано с помощью суффикса «т» – это производное прилагательное. Туынды – сын есім. Ұлттық тоже образовано с помощью суффикса «т», то есть это производное туынды – сын есім. Перейдем ко второму заданию. Қою кәріппен берілген сөздердің синонимын тап. Найдите синонимы, выделенные қою қарып черным шрифтом. Сөйлем құра, составьте предложение. Біздің көгілдір түсі туымыз, флаг, байлық, богатство, елбасы, президент и алғаш впервые. Қанеки көрейік. Синонимдары ту, байлық, байрақ, флаг, байлық, молшылық, дәулет, тоже означает слово богатство, елбасы, президент, алғаш впервые. Ребята, вы теперь должны будете самостоятельно составить предложение с вариантами синонимов. Сабақ аяқталды. Барлықтарыңа назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар, балалар.